Саламатсыздар ма? Бүгін куб және кубтағы 3 нүкте арқылы қима жүргізуді көрсетейік. Куб және 3 нүктесі берілген болсын, онда кез келген бір нүктесінен қарсы жатқан жазықтыққа перпендикуляр түсіреміз. Және осы нүктені келесі нүктеге қосып, және перпендикулярды берілген нүктеге қосып, қиылысқан жерін белгілейтін болсақ, сол нүктені үшінші нүктемен қосамыз. Және қабырғасының созындысын қосатын болсақ, қиылысқан нүктені белгілесек, онда сол нүктені бастапқы бірінші нүктемен қосамыз. Енді тағы да дәл сол әрекетті жасау арқылы мына нүктені де аламыз. Сөйтіп бізде 6 нүкте пайда болды. Оларды біз кесінділермен қосамыз. Енді баяп көрсетіп қойсақ, енді осы кеңістікте қалай орналасатынын көрсетейік. Міне біздің қимамыз осындай болады екен. Тыңдағандарыңызға рахмет.